Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жаңа премьер-министр Олжас Бектенов туралы айтатын боламын. Олжас Бектенов 1980 жылы 13 желтоқсанда Алматы қаласында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік заң академиясын заңгер мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 2002 жылы Алматы қаласы әділет басқармасы бөлімінің бас маманы ретінде бастаған. Ал 2005-2006 жылдары Қазақстан Республикасы премьер-министрі кеңесінің заң бөлімінің сарапшысы, бас сарапшысы болған. 2006-2017 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінде Қазақстан Республикасы әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінде, Қазақстан Республикасы агенттігінің орталық аппаратында түрлі лауазымдарды атқарған. Қазақстан экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, Астана қаласы әкімінің аппараты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Астана қаласы бойынша департаменті. Олжас Бектенов сонымен қатар Ақмола облысы әкімінің орынбасары, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының бірінші орынбасары қызметтерін атқарған. Ал 2022 жылдың ақпанынан бастап Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы болды. Ол бұл қызметті 2023 жылдың сәуіріне дейін атқарды. Содан кейін мемлекет басшысының 2023 жылғы 3 сәуірдегі жарлығымен Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Президент Қазақстанның алдында ауқымды мақсаттар мен міндеттер тұрғанын, даму мен ілгерілеуге жету үшін жаңа көзқарас қажет екенін атап өтті. Сондықтан үкімет құрамы өзгереді, жаңа тағайындаулар, жаңа тұлғалар болады. Ал Қазақстан Республикасы Конституциясының 44 бабының 3 тармағына сәйкес премьер-министр лауазымына Олжас Абайұлы Бектеновті ұсынамын. Кандидатурасын Аманат партиясы ұсынған. Ол тәжірибелі мемлекеттік қызметкер, жоғары білімді, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, еңбекқор. Сондықтан да жүктелген міндеттерді жүзеге асыруға әлеуеті жеткілікті деп ойлаймын. Қасым-Жомарт Тоқаев. Марапаттары: екінші дәрежелі айбын 2014 жылы, екінші дәрежелі даңқ 2021 жылы ордендермен марапатталған. Әскери шені: антикоррупциялық қызметтің генерал-лейтенанты, заң ғылымдарының кандидаты.